Сәлеметсіздер ме әріптестер, сіздермен бүгін НКТ методика бойынша тест тапсырмаларына түсіндірме жасаймын. Бұған дейінгі каналымда ағылшын тілінен квал тест талдау сабағында салынған ескерте айтып өткім келеді. Бүгін видеода методика бойынша, яғни тест нұсқасына түсіндірме жұмыстарын жасағым келіп тұр. Методика, яғни оқу әдістемесі, яғни бірінші нұсқаға назар аударайық. Бірінші сұрақта толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағыт бағдар беретін сұрақ түрі ол сынақтан өткізу. Екінші, оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын фактор балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі. Үшінші, баланың білім, білік, дағды және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал көпіршелер. Төртінші сұрағымыз, оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамытуына көмектесетін сұрақ тәсілі сынақтан өткізу сұрағы. Бесінші, оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін тапсырманы орындау барысында оқушыға бағыт бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі сынақтан өткізу. Алтыншы, оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізу сұрақ қою, мысалы, яғни бұл сұрақтың жауабы осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма деп мысалға оқушылардан сұрақ қоямыз ғой. Бұл сұрақтың түрі сынақтан өткізу деп аталынады. Жетінші, оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі сынақтан өткізу. Сегізінші сұрақ, оқушы жауап бергеннен соң кідіріс жасау қажеттігі. Яғни бұл методиканың өзінде де бұндай әдіс бар, бұндай тәсіл бар. Яғни оқушы жауап беру үшін кішкене бір оның ойланып, сол сұраққа жауап беруіне уақыт беру керек. Яғни бұл оқушының өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік береді. Тоғызыншы сұрақ, оқушыға өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында оқушыға бағыт бағдар беретін сұрақ түрі сынақтан өткізу. Оныншы, сұрақ қойылғаннан кейін кідіріспен қатар оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттігі. Оқушы өз жауабын түзетуге және нақтылауға мүмкіндік алады. Яғни бұл әдіс ағылшын тілінде differentiation by scaffolding деп аталынады. Яғни бұл дегеніміз оқушыларға уақыт беру арқылы қолдау көрсету. Бұл да саралаудың бір түріне жатады. Келесі бізде сұрақ, 11-ші сұрақ, белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, мінез құлқына ықпал ету амалдары. Тәрбие әдісі. 12. Оқытудың түсініктілік принципі өтілетін материалдың мазмұны, оқушылардың мүмкіндігіне, жас ерекшелігіне, оның сыныбына сәйкес келуін талап етеді. 13. Тәрбиеленушінің қоғамдық мораль тараптарына сай, санасына, сезіміне, әдет құлығына, мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал ету адамгершілік тәрбиесі. 14. Педагогиканы оқытудың зерттеу нысаны педагогикалық үдеріс. 15. Сұрақ қою ол оқушылардың білім сапасын арттыру үшін қойылады. Сондықтан сапаны арттыру. 16. Оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші білім, білік, оқу, танымдық іскерлікті меңгеруі. 17. Тәрбие жұмысының заңдылықтары, тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы. 18. Ұжым тәрбие субъектісі ретінде тұлғаның дамуына бағытталады. 19. Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип бірізділік. 20. Оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші оқу танымдық іс-әрекетті меңгеруі. Достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаймыз.